Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай печеньеден керемет жұмсақ дәмді торт жасайтын боламын. Оған керекті заттарым: қаймақ, менде екі түрлі печенье, бірі дөңгелек, бірі төртбұрышты. Мынау ыдысым, қант, мынау ыдыс. Осыған саламыз барлығын. Әуелі қаймағымызды құйып аламыз. Bir кәседе қаймақ құйып алдым, сұйық қаймақтан. Оған 150 грамдай қант салдым. Осы енді екеуін миксермен әбден көпіртіп соғып алам. Қаймақ пен қантым соғып жатқан. Осыны енді көпіртіп соғамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Балдарға жеуге жақсы. Жылдам әрі тез жасалатын печеньеден торт. Міне осындай қоюлау болып шығады. Енді астына қаймағымызды құйып аламыз. Енді менде осындай төртбұрышты фантазия печенье бар. Соны саламын. Әркімнің өз қалауы, қандай печенье салса да. Мен екінші жанына дөңгелек печенье салдым. Көп пісіруде керек етпейтін заттар. Печеньеден оңай жұмсақ печенье торты шығады. Осылай арасына барлық шетіне түгел жағып шығамыз. Барлық жандарына түгел жеткізіп құйып шығамыз. Үстіне тағы да осылай печеньесін саламыз. Енді дөңгелегін саламыз қасына. Бетіне қайтадан қаймағымызды құямыз. Әбден жан-жағына жеткізіп жағып аламыз осылай кестінің көмегімен. Мен 4 қатар салдым печеньеден. Барлық жандарына түгел жеткізіп салдым. Үстіне тағы да салдым печеньеді. Салып атқан 3-ші қатарым. Осылай арасын басыңқырап саламыз. Жабысуға жақсы болады. Бал тортынан кем емес, жұмсақ болып шығады. Дәмі де жақсы. Міне осылай қылып бәрін салып жағып алдым. Осыны бетіне салапанын кигізіп, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Печеньелерім жібіп, кремі бойына сіңгенше. Ыдысы болса, қақпағы болса, солаймен жауа қоюға болады. Мен салафанға салып, осылай тоңазытқышқа салып қойдым 1-2 сағатқа. Міне дайын болған печенье тортым. Салафаннан шығарамыз. Міне.
Осындай болып жұмсақ үлпілдеген керемет торт шығады. Балдарға жеуге жақсы, шайға ішуге жақсы. Пісірем деп мазаланбайсыңдар. Дайын тұрған торт печеньеден. Дөңгелектегі печенье тортым. Міне қалған менде бана қаймақты кремім. Осыны бетін тегістеп жақ жібереміз. Жаңа салып алғанда беті үзіліп қалды. Осылай бетін қайтадан сәндеп жібереміз. Енді бетіне мен әртүрлі кәмпиттен салдым. Сіздердің өз қалауларыңыз. Әртүрлі қылып сәндеуге болады. Сәндемесеңіздер де болады. Мен қолымдағы кәмпитпен осылай жасадым. Міне осындай жұмсақ тәп-тәтті печеньеден торт. Жасалу жолы да оңай. Міне арасы осындай жұмсақ. Өздеріңіздің сүйікті печеньелеріңізбен де жасауға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Ас болсын баршаға рахмет.